Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге таңғы асқа қызанақ пен жұмыртқаны пісіруді көрсететін боламын. Өте шырынды және дәмді таңғы асқа таптырмас рецепт. Видеомды соңына дейін қарап, пікірлеріңізді білдіріп, және сұрақтарыңызды қойсаңыздар болады. Міндетті түрде жауап беремін. Ең алдымен 2 қызанағымызды турап аламыз. Көріп тұрғаныңыздай орташа қызанақтар таңдадым және өте шырынды. Қызанақтарымыз 1 см қалыңдықта турау керек. Төрт тал пиязымызды да турап аламыз. Қатты қалың емес, жіңішкелеп турасаңыз жақсы болады. Менің видеоларым ұнап жатса, каналыма жазылып, және видеоларымды достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Ұсақтап, жақсылап тураймыз пиязымызды. Осы пияз бен қызанақтың арқасында таңғы асымыз өте шырынды, дәмді болып шығады. Пиязымыз турап болдық. Шетке бір ыдысқа алып қоямыз оны. Келесі 3 жұмыртқамызды бір ыдысқа алып аламыз. Жұмыртқаларыңыз өте кішкентай болса, 4-еу қоссаңыздар да болады. Жұмыртқамызды араластырып аламыз. Аздап. Одан кейін пиязымызды қосамыз үстіне. Келесі 130 грамм сыр қосамыз, үккіштен өткізіп. Келесі дәмдеуіштерімізді қосып бастаймыз. Жарты шай қасық паприка және жарты шай қасық тұз қосамыз. Одан кейін жарты шай қасық қара бұрыш қосамыз. Ең соңында жарты стакан сүтімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Енді барлығын жақсылап араластырғаннан кейін пісіруді бастаймыз. Омлет деп айтса да болады. Өте дәмді, өте шырынды және ерекше бір таңғы ас. Әркімге жасауға кеңес беремін. Енді пешімізге пісіретін тавамызды қойып, 4 ас қасық май қоямыз. Мен зәйтүн майы қолдандым. Майымыз қызғаннан кейін 2 тал сарымсақ, яғни чеснокты турап қосамыз. Мен чесноктарым өте кішкентай болғандықтан мен 2 штук қостым, но 1 кішкентай қоссаңыз да болады. Егер чеснок жеп үйренбеген болсаңыз,
кішкентай біреу қоссаңыздар да болады. Жүрегіңізді айнытып жіберуі мүмкін. Бірақ та міндетті түрде қосамыз. Неге? Себебі өте ерекше дәм береді омлетімізге. Сол себептен қосамыз. Қатты қуырудың қажеті жоқ. Чеснокты салғаннан кейін тегістеп араластырып жібереміз де үстінен қызанақтарымызды сала береміз. Қызанақтарымызды саламыз. Қызанақтарымыз аздап жұмсарып бастаған кезде бетін аударамыз. Аударғаннан кейін де көп пісірудің қажеті жоқ. Шанышқымен шанышып көрсеңіз, жұмсарғанын көрсеңіз, үстіне соусымызды құя берсек болады. Қызанақтарымыз жұмсарғаннан кейін аударып, аздап артқы бетін қуырғаннан кейін үстіне соусымызды сала береміз. Жұмыртқалар піскенше пісіреміз. Өздеріңіз көресіздер. Бет жағы кеуіп, жұмыртқалар піскенін көресіздер. Сол кезде уже дайын деген сөз. Қалағаныңызша кесіп ұсынсаңыз болады. Осымен біздің омлетіміз дайын. Әркімге жасауға кеңес беремін. Сарымсақ пен пияздың дәмімен және қызанақтың сөлімен өте керемет, дәмді және шырынды болып шығады омлетіміз. Рецепттер ұнап жатса, каналыма жазылып, және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Егер менің рецептіммен пісіретін болсаңыздар, төменге комментарийға жазып кетуіңізді сұраймын. Мен өте қуанышты боламын, және де сұрақтарыңыз болса, жауап беретін боламын. Астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше